саламатсыздар құрметті достар. Бүгін сіздермен somebody, anybody, someone, anyone тағы сол сияқты есімдіктермен танысатын боламыз. Жалпы олардың айырмашылығы не және қалай жасалады. Ендеше алғашқы бізде somebodyға тоқталайық. Тоқталмас бұрын бірінші бізде бұл жерде жалғау бар. Ол бізде body деген жалғау және ол бізде one деген жалғау. Body мен one деген жалғау қайда қолданылады? Біз бұларды адамдарға айтқан жағдайда қолданамыз. People. Яғни for people адамдарға қатысты қолданамыз. Ендеше мысалы қараймыз. Somebody or someone. Somebody or someone. Келесі anybody or anyone. Anybody or anyone. Және үшіншісі ол бізде nobody or no one дейміз. Nobody or no one. Сіздерге барлығы түсінікті болып жатыр деймін, иә? Somebody, someone бізде болымды сөйлемде қолданылады. Anybody, anyone бізде болымсыз сұраулы сөйлемдерде. Nobody, no one ол бізде ешкім деген сөз, яғни болымды сөйлемде қолданасыздар. Ендеше сіздерге түсінікті болу үшін қазір мысалға тоқталайық. Мысалы, есіктің алдында біреу тұрған сияқты, немесе біреу бар. Айтамыз, there is somebody. Немесе someone десек болады біреу. Екеуінің айырмашылығы someone at the door. There is somebody or someone at the door. Яғни біреу есіктің алдында тұр. Болымды сөйлем. Енді anybody, anyoneға тоқталайық. Бір болымсыз сөйлем алайық. Мысалы, есіктің алдында ешкім жоқ дейік. There isn't anybody, то есть біреу жоқ деген сөз, если дословно аударатын болсақ. Anybody or anyone at the door. Яғни байқап тұрғандарыңыздар, мен жаңа айттым, болымсыз сөйлемде немесе сұраулы сөйлемде қолданылады дедім. Міне мына жерде болымсыз there isn't anybody, anyone at the door. Мен there isn't somebody деп айта алмаймын, себебі somebody тек қана болымды сөйлемдерде қолданылады. Үшінші мысалға тоқталайық. Nobody. Есіктің алдында ешкім жоқ. There is nobody. Немесе no one at the door. Nobody, no one өзі ешкімде болымсыз болып тұрғанда, мен оны болымды сөйлемде қолданамын. Яғни there isn't nobody деп айта алмаймын. There is nobody or no one at the door. Ол бізде осылай жасалады. Келесі ол бізде thing. Thing деген жалғау қайда қолданылады? Thing деген жалғау бізде заттарды айтқан жағдайда қолданылады. Яғни заттар дегеніміз things. Things заттарды айтқан жағдайда қолданамыз. Ендеше мысалы, мен айтам something, яғни бір нәрсе. Something, яғни бір нәрсе, иә. Немесе anything, тоже кез келген бір зат. Немесе nothing, ештеңке. Мысалы айтайық, Люси маған бір нәрсе айтты, бірақ мен оның не айтқанын түсінбедім. Lucy said something. Бірақ мен түсінбедім деді, but I didn't understand what she said. Яғни оның не айтқанын мен түсінбедім. Lucy said something, but I didn't understand what she said. Яғни Lucy маған бір нәрсе айтты, бірақ мен оның не айтқанын түсінбедім. Something көп тұрсаңыздар сөйлем болымды, сондықтан да мен something қолданып тұрмын.
Келесі мысалға тоқталайық. Мысалы, сен демалыс күндері бір нәрсе жасайсың ба? Или бірдеңе істейсің ба демалыс күндері? Are you doing anything at the weekend? Are you doing anything at the weekend? Сен демалыс күндері бір нәрсе істейсің ба, немесе бір нәрсемен айналысасың ба? Anything сөйлем сұраулы болып тұр, сондықтан мен anything қолданып тұрмын. Естеріңізде болса, мен айттым, anything сұраулы немесе болымсыз сөйлемдерде қолданылады. Келесі мысалға тоқталайық, nothingға тоқталайық. Мысалы, сен не деп айттың? Сұрақ, иә? What did you say? Сен не дедің? Мысалы, сен сұрақ тұрса айтасыз, ештеңке. Nothing. Жалпы осындай жағдайда қолданылады. Немесе мысалы айтасыз, мен демалыста ештеңке істеген жоқпын. I did nothing at the weekend. Жалпы nothing болымды сөйлемдерде немесе осылай жауап берген жағдайда ештеңке деп сондай жағдайда қолданасыздар. Ендеше кеттік тағы да үшінші, ол бізде were деген жалғау бар, естеріңізде болса. Where деген жалғау бұл бізде қолданылады орындарға, places. Яғни орындарда айтқан жағдайда қолданамыз. Мысалы, бір жерге, somewhere. Немесе тоже кез келген бір жерге, anywhere. Немесе ешқайда, nowhere. Енді мысалға кеп тоқталайық. Мысалы, Томның ата-аналары Англияның солтүстігінің бір жерінде тұрады дейік. Мысалы, Tom's parents live somewhere in the north of England. Tom's parents live somewhere in the north of England. Яғни сөйлем бізде болымды болып тұр, сондықтан мен қолданып тұрмын somewhere. Келесі мысалға кеп тоқталайық. Келесі мысал ол бізде anywhere. Мысалы, өткен демалыста сен бір жерге бардың ба? Did you go anywhere last weekend? Did you go anywhere last weekend? Сен өткен демалыста бір жерге бардың ба? Яғни сөйлем сұраулы, сондықтан мен қолданып тұрмын anywhere. Және үшінші nowhere. Мысалы, маған мына қала ұнамайды. I don't like this city. Не үшін ұнамайды? Мысалы айтайық. Баратын жер жоқ. There is nowhere to go. Жалпы осындай somebody, anybody, anyone, nobody, no one, nothing есімдіктерінің барлығы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы қалай қолданылады. Егер түсінбей жатсаңыздар, комментарияға қалдырсаңыздар болады. Мен сіздерге тағы да түсіндіріп, толығырақ тағы да видео түсіруге тырысамын. Сіздерге пайдалы болу үшін қысқаша тағы да бір-екі ереже қосайын. Ендеше қараймыз. Жалпы бізде бұл қолданылып жатқан somebody, anybody, anything, бұларды біз сонымен қатар сын есімдермен қолданамыз. Мысалы айтайық, сіз вечеринкада біреумен кездестіңіз ба? Иә? Мысалы, did you meet anybody interesting at the party?
Did you meet interesting? Did you meet anybody interesting at the party? яғни anybody және одан кейін сізде interesting деген сын есім тұр. Яғни тікелей аударатын болса, қызықты біреумен таныстың ба, немесе кездестің ба деп. Did you meet anybody interesting at the party? Келесі, тағы да бір мысал тоқталайық. Мысал айтайық, біреуге ұсыныс жасайық. Қызықты бір жерге барайық, или бір маңызды бір жерге барайық. Немесе бір басқаша бір жерге барайық деген сияқты. Let's go somewhere different. Let's go somewhere different. Басқа бір жерге барайық или өзгеше бір жерге барайық деген сияқты. Let's go somewhere different. Яғни somewhere different деген бізде сын есім. Кеттік тағы да біреу. Мысалы, мына хат не туралы? What's that letter? What's that letter? Мысалы, сіз айтасыз, маңызды ештеңе емес. It's nothing important. It's nothing important. Маңызды ештеңе емес. Яғни nothing ештеңе, important бізде сын есім. It's nothing important, маңызды ештеңе емес. Жалпы сондай жағдайда қолданамыз, және тағы да to предлогымен қолданылады. Мысал айтайық, менің қарным ашты. I'm hungry. Мен бір нәрсе жегім келіп тұр. I want something to eat. I want something to eat. Яғни something және to қолданылып тұр. Байқап тұрсаңыздар, I want something to eat. Мен айта алмаймын I want something eat деп. Міндетті түрде to қолданылыр. I want something to eat. Тағы да бір мысал. Мысал айтайық, Тони сөйлесетін ешкім жоқ. Тони doesn't have anybody talk to. Яғни бұл дегеніміз, яғни Тони сөйлесетін ешкім жоқ. Тони doesn't have anybody talk to. Яғни talk және соңында міндетті түрде to. Ой, сұрақ. Doesn't talk. Tony doesn't have anybody talk to. Кеттік үшінші мысал, мына қалада баратын жер жоқ. There is nowhere to go in this city. Яғни мына қалада баратын жер жоқ. Nowhere to go байқап тұрсаңыздар. Жалпы somebody, anybody, anything, nowhere есімдіктермен сөйлемдер осылай құрастырылады. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға қалдырсаңыздар болады. Рахмет, сау болыңыздар.